Сәлем құрметті көрермендер, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге жұмсақтығын ұзақ уақыт сақтайтын жеті шелпектің рецептімен бөлісемін. Видеоны толық қарап, менің арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Олай болса, бізге қажетті заттар: жылы су, жылы сүт, тұз, 2 ас қасық шекер және 1 дана жұмыртқа, сұйық май және де жұмсақ болуы үшін 1 ас қасық майонез қоссаңыздар да болады. Барлығын салып, яғни ыдысымызға салып, бір араластырып алыңыздар. Оның үстінен 1 шай қасық ашытқыны, яғни дрожжды салып араластырып, ұн себе отырып қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз қатты болып кетпесін. Жұмсақ болуы үшін қамырды да жұмсақ етіп илегендеріңіз дұрыс. Иленген қамырымызды яғни 20-25 минут шамасында бетін жауып жылы жерге қоятын боламыз. Міне біздің қамырымыз дайын. Енді осы қамырмен жұмыс жасай берсек болады. Ұн себе отырып, қамырды 7 бөлікке бөліп алыңыздар. Видеоға қажетті заттардың құрамы мен мөлшерін видеоның астына, яғни описание бөліміне жазып қалдырамын. Сол жерден қарап жасасаңыздар болады. Міне теңдей етіп 7 бөлікке бөліп алдық. Оны дөңгелектеп 5-10 минутқа бетін жауып қалдырамыз. Міне тынған қамырмен жұмыс жасай берсек болады. Дөңгелек етіп жайып, майымызды қыздырамыз. Майымыз толық еріген уақытта шелпектің 2 бетін сары түске енгенше, яғни алтын түске енгенше сарғайтып қуырып аламыз. Сіздер де міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Және де менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Міне біздің шелпектеріміз де дайын. Ұзақ уақыт жұмсақтығын сақтайды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Бинура. Сау болыңыздар.